Физика табиғаттағы құбылыстарды зерттейтін ғылым, ал құбылыстарды зерттеу үшін оларды дәл өлшеп сандармен сипаттау қажет. Осындай сандық сипаттамаларды беру үшін арнайы терминдер, физикалық шамалар қолданылады. Физикалық шама деп физикалық құбылыстардың қасиеттерін сандық тұрғыдан сипаттайтын айрықша терминдерді атайды. Яғни физикалық шама бұл құбылыстың не екенін нақты көрсететін, шексіз сезікті сөз емес, өлшеуге болатын, және сан мәні арқылы өрнектелетін ұғым. Мысалы, дененің қозғалысын сипаттау үшін уақытты жүрілген жолды және жылдамдықты білу керек. Бұлардың әрқайсысы физикалық шама. Немесе дененің ауырлығын білу үшін массаны, оның сығылу немесе созылуын білу үшін ұзындықты өлшейміз. Сонымен қатар дененің кеңістіктегі орнын анықтау үшін координата, ал заттың тығыздығын білу үшін тығыздық шамасы қолданылады. Әр физикалық шаманың өзіндік белгісі, таңбасы, сандық мәні және өлшем бірлігі болады. Осы үш элементсіз физикалық шаманы толық сипаттау мүмкін емес. Физикалық шаманың өлшеу үшін белгілі бір өлшем бірлігін қабылдау қажет. Әрбір физикалық шаманың өз бірлігі бар. Ұзындықты метрмен, уақытты секундпен, массаны килограмммен, ал жылдамдықты метр секундпен өлшейміз. Шаманы өлшеген соң алынған санда сандық мән деп атайды. Бұл санд өлшем бірлігіне қатысты мәнде. Мысалы, жолды өлшесек метр, ал уақытты өлшесек секунд аламыз.